Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілінің 2 сыныпқа арналған 8 сабағы. Тақырыбы и және қысқа и әріптерінің жазылуы. Бүгінгі сенің білетінің и және қысқа и әріптерінің жазылу емлесін еске сақтау, сөздегі қатені тауып, оны түзете білу, тірек сөздермен әңгіме құрастыру. Балалар, алдымен осы и мен қысқа и туралы шағын бейне баянды көріп алыңдар. 29-шы жаттығу: суретке қарап өлеңде не туралы айтылатын болжап көр. Мен тиынмын, қысқа жылы киіндім, қоймам толы жаңғаққа, іші жылы үйімнің. Балалар, не туралы айтып тұр өлеңде? Әрине, тиын туралы екен. Өлең мазмұны бойынша қойылған сұрақтарды жалғастырып көр. Бұл жерде берілген сендерге бір сұрақ болса, енді біз бір-екі сұрақ болса, сендерге біз тағы да қосымша сұрақтарды жаздық. Бірінші сұрақ: өлең не туралы? Жаңа айтып өттік оның жауабын. Тиын қыста қалай киінеді балалар? Әрине, жылы киінеді. Қоймасы қандай азыққа толып тұр дейді? Қоймасы жаңғаққа толып тұр. Үйінің іші қандай? Үйінің іші жып-жылы екен. Өлеңнің ішінен и және қысқа и дыбыстар бар сөздерді тауып, олардың қалай айтылатынын байқа. Яғни и дыбысы бар сөздер тиынның, киіндім және үйімнің. Бұл сөздер жіңішке айтылып тұр, себебі т дауысты дыбыстан кейін келіп тұр және дауысты дыбыс бар. Тиынмын дегенде, киіндім дегенде дауысты дыбыстары бар және үйімнің дегенде мен дыбыстары бар екен. Ендеше біз қазір мына тиынды сипаттап жазайық. Яғни сипаттау мәтініне байланысты тиын қандай деген сұраққа жауап беретін болса, терісі сарғылт, мықты, жүні жұмсақ, құйрығы ұзын. Балалар тағы да өздерінің осы тиын туралы айтып беруге болады. Келесі 30-шы жаттығу: суретке қарап балалардың не істеп жатқандығы туралы әңгімелеу. 31 мен 30-шы жаттығу бір-бірімен байланысты. Сондықтан бірінші сөйлемге назар аударайық. Анама гүл беремін. Айдың суретін салдым. Өзімнің аяқ киімімді тазаладым деп, неке суреттері бойынша біз керекті көмектердің орнына сөздерді қойып оқып шықтық. Енді и дыбысының ережесін тағы да бір қайталап өтейік. И дыбысының алдында естілгенімен олар жазылмайды. Киім, қиын, жиын деген. 38-ші жаттығу: сөздердің қатесін тауып түзетіп жаз дейді. Мына жерде тақия, киім, әшекей, көйлек, жейде, сақина. Балалар, бұл сөздерде біз айтылу бойынша мына жерде көрсетілген, енді жазылу бойынша неке тақия, киім, әшекей, көйлек, жейде және сақина деп біз сөздердің қатесін дұрыс жаздық. Келесі шығармашылық үзіліске, мысалы шығармашылық жұмысқа ерекше сыйлық тақырыбында тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрады. Тірек сөздер: сыйлық, таңдау, кітап, сыйлау, айдын, қуану. Біз мәтіннің атын ерекше сыйлық деп қойдық. Бүгін менің досым Айдынның туған күні. Досыма қандай сыйлық таңдасам, ол не ұтады екен деп ойландым. Ақыры досымның туған күніне кітап сыйламақшы болдым. Айдын менің ерекше сыйлығыма қатты қуанды. Бала арасында да ерекше сыйлық қоя. Кітап өмір бақи тозбайды екен. Ал тәттілерді берсең, бірден жеп қоясың. Сондықтан Айдынға берген сыйлығын ерекше сыйлық деп айтуға болады. Сонымен бүгінгі біз сабақты қорытындылаймыз. Дауысты дыбыс: қысқа и, дауыссыз дыбыс. Сый, тый сөздерінің жазылуы. Бұл сабақта біз дауыссыз дыбыстан кейін келген и дыбысының дауысты, ал дауысты дыбыстан кейін келген қысқа и дыбысының дауыссыз екеніне жаттығу жұмыстарын жүргізуді жалғастырамыз. Дауысты и, дауыссыз қысқа и. Би, ай, ки, ой, ти, той, шие, шай, қи, қой. Б, к, т, ш,
Қ дауыссыз дыбыстардан кейін келген И дауысты дыбыс. Жуан жіңішке айтылатын сөздерде жуан да жіңішке дауысты дыбыс бола береді. Жуан қиыр, жіңішке киім. Сиыр сәбит, қимыл иек, жиын жиек. Қисық сирек, иман имен, иық ек. Қысқа И дыбысы дауыссыз дыбыс. Байлық, айлық, ойлы, шай, тай, ұйым,